Сәлем достар, сіздермен мен Нұрсұлтан, Қазақ Dream каналы. Мен өзімнің айтқан сөзімде тұрдым. Сіздер Түркия мемлекеті мен Оңтүстік Корея мемлекетін салыстыруды тапсырған болатынсыздар. Ендігі кезек сіздерде осы видеоға барынша актив көрсетіп, лайктан және просмотр бойынша жаңа рекорд қоюларыңызды сұраймын. Ендеше видеоны бастайтын боламыз. Бірінші кезекте Түркия 1923 жылы 29 қазанда өзінің тәуелсіз мемлекет екенін жариялаған болатын. Кішігірім алдыңғы Түркия мемлекеті туралы видеода кішігірім қателік кетіп қалыпты. 1923 жылды 1932 жылмен шатастырып алыппыз. Сол себептен кешірім сұраймын. Негізгі Түркияның тәуелсіздік алған жылы 1923 жыл. Оңтүстік Корея мемлекеті туралы алдыңғы видеоларда болды. Сол себептен барлығыңыз біледі деп ойлаймын. Оңтүстік Корея 1945 жылы 15 тамызда Жапония империясынан босап шыққан болатын, және де 1948 жылы 15 тамыз күні Оңтүстік Корея өзінің тәуелсіз мемлекет екенін жариялады. Келесі кезекте екі мемлекеттің жер көлемін салыстыратын боламыз. Қазіргі таңда Түркияның жер көлемі 783.356 км квадратқа тең. Әлемде жер көлемі жөнінен 37-ші орынды алады. Ал кейбір орысша іздеп қарасаңыздар 36-шы орын деп тұр. Оңтүстік Кореяның жер көлемі 100.363 км квадратқа тең. Әлемде жер көлемі жөнінен 107-ші орынды алады. Келесі кезекте мемлекеттің басты тірегі ол әрине халқы. Қазіргі таңда Түркия мемлекетінде 80.810.525-ге жуық адам тұрады. Әлемде Түркия мемлекеті халық саны бойынша 19-ші орында тұр. Оңтүстік Кореяда қазіргі таңда 51.790.098 адам тұрады. Әлемде халқының саны бойынша 28-ші орында тұр. Қазіргі таңда Қазақстанды қоса отырып, осы екі мемлекеттің қай мемлекеттің дамығандығы туралы білетін боласыздар. Түркия мемлекеті жалпы киімдік брендтерді шығарудан әлемде алдыңғы орындардың қатарында. Оған дәлел ретінде LC, Waikiki, Cotton, Defact сияқты брендтері бар, және олардың сапасы өте жоғарғы деңгейде, және сонымен қатар өте арзан бағаға ұсынылады. Қазіргі таңда Оңтүстік Кореяда мұндай киімдердің шығуы мүмкін, алайда мен бірде-бір брендтік танымал киімдерін естімеппін. Келесі кезекте екі мемлекетте де бар, ол әрине телефон өндірісі. Қазіргі таңда Түркия мемлекетінің телефондары Украинаның рыногына кіріп жатыр екен. Алайда қазіргі таңда Оңтүстік Корея телефон және де сонымен қатар тоңазытқыш, кір жуушы машина және сонымен қатар тұрмыстық техникаларды өндіру бойынша әлемде озық технологиялық мемлекеттер қатарына кіреді. Қазіргі таңда бұл мемлекетте Samsung, LG сияқты өте ірі атақты компаниялар жұмыс жасайды. Келесі кезекте екі мемлекеттің асханасын салыстыратын боламыз. Қазіргі таңда Түркия мемлекеті барлығыңызға белгілі деп ойлаймын, өзінің асханасымен танымал, және де осы асханасы арқылы туристік адамдарды өзінің мемлекетіне өте көптеп шақырады. Әрине, Оңтүстік Кореямен салыстырғанда Түркия мемлекетінің азық-түліктері қазіргі таңда Қазақстанда да өте қарқынды жоғарғы түрде дамыған. Оңтүстік Корея сонымен қатар косметикалық өнімдерді өндіру бойынша да алдыңғы орындарда тұр, және де қазіргі таңда осы косметикалық өнімдерді әлемнің кез келген бұрыштарына экспорттайтын мемлекеттер қатарында. Келесі кезекте екі мемлекеттің туристік орталықтарын салыстыратын боламыз. Қазіргі таңда Түркия мемлекеті алдыңғы ондыққа кіріп отыр. Қазіргі таңда Түркия мемлекеті әлемде туристік орындары бойынша 6-шы орынға ие. Таяу шығыста 1-ші орында. Оңтүстік Корея өкінішке орай Азия және де мұхит аралдарын қоса есептегенде 6-шы орынға ие. Оңтүстік Кореяны әлемдік рейтингте мүлдем көрмедім. Оңтүстік Кореяның музыка саласындағы өнері әрине Түркия мемлекетімен салыстырғанда басымырақ деп есептеймін. Себебі Оңтүстік Кореядан бұрынғы шыққан өлеңдері қазіргі таңда YouTube'тағы өте көптеген миллиард қаралымдар жинап жатыр. Келесі кезекте барлығыңыз көптеп күткен, ол әрине әскери күші қандай. Қазіргі таңда Түркия мемлекеті 1952 жылы НАТО-ның құрамына мүше болып кірген болатын. Дәл солай Оңтүстік Кореяда НАТО-ның құрамына кірмесе де, қазіргі таңда НАТО-ның одақтасы болып есептеледі. Оны Америка құрама штаттарының өзі қорғап отырады. Барлық әлемдік тізімде Түркия мемлекетінің әскери саны 510.600 болып есептеледі. Ал Оңтүстік Кореяда қазіргі таңда 630.000-ға жуық әскері бар. Және де Түркия мемлекеті өзінің әскери күшіне 20,4 миллиард ақш долларын құятын болса, Оңтүстік Корея қазіргі таңда 43,9 миллиард ақш долларын құяды. Қазіргі таңда Оңтүстік Корея өзінің әскери күші бойынша әлемде 10-қа кіріп тұр, ал Түркия мемлекеті 16-шы орынға ие. Менің жеке көзқарасым, Түркия мемлекетінің саяси орны Оңтүстік Кореяға қарағанда басымырақ. Оған дәлел ретінде қазіргі таңдағы Түркия мемлекетінің әскери күштері Америка құрама штаттарымен және сонымен қатар Ресей Федерациясының өнімдерін тұтынады. Қазіргі таңда бұл мемлекеттің әскери қару-жарақтары өте жоғарғы технологиялық түрде
дамыған және де жабдықталған. Келесі кезек екі мемлекеттің брендтік машина өндірісі. Қазіргі таңда Түркия мемлекетінің түркиялық машина моделі жоқ. Алайда олар бірігі Renault, Ford, Toyota, Hyundai сияқты машиналарды өндіреді. Ал оңтүстік Кореяда қазіргі таңда әлемге танымал Hyundai, Kia, Daewoo, Renault сияқты ірі ауқымды көлік брендтері танымал. Келесі кезекте екі мемлекетте тарихи және де қазіргі заманға сай сериал кино шығарудан алдыңғы озық мемлекеттердің қатарына кіреді. Оған дәлел ретінде Қазақстанда көрсетілетін сериалдар мен кинолардың көпшілік бөлігі осы Түркия мен оңтүстік Корея мемлекеттерінен аударылып Қазақстанға ұсынылады. Сіздерге қай мемлекеттің сериал және де кинолар ұнайды, комментарияға өздеріңіз жазып кетсеңіздер болады. Осылайша видео өз соңына жетті. Сіздерге видео ұнады деген ойдамын. Видео ұнаса лайк басып, комментарий жазып, арнамызға тіркеліп, колокольчикті басуды ұмытпаңыздар. Қай мемлекет жеңгенін сіздердің жеке ойларыңыз арқылы есептейтін боламыз. Сіздер қай мемлекеттің жеңгені туралы комментарийға міндетті түрде жазып кетіңіздер. Сіздермен болған мен Нұрсұлтан, Казак Дрим каналы. Келесі видео жолыққанша қош, сау болыңыздар.